өнерінің секілдерін көрсетеді. Тоқтарбай, Лобыланды, Ойбас, Ұзын деген оның танымал лақабаттары. Және өмірін шетелде өткізген, 54 мемлекетке барған, 48 орден алтын күміс медальдары бар. Бұл жерде картада Қажымұқан атамыздың барған мемлекеттері: Петербург, Курск, Киев, Одесса, Нью-Йорк, Меккеге барған, Қажылыққа, Карибге, Токиоға барған елде Қажымұқан атамыздың тұрған киіз үйі ішіндегі тұрмыстық заттары, қолы тиген, көзі көрген тұрмыстық заттары. Ішіне қарасаңыздар, ең кішкентай, ең үлкен тамақ ішкен табақтары, стол, көрпешелері, Қажымұқан атамыздың арбасының дөңгелектері, көтерген тастары, майыстырған темірлері, Қажымұқанның мүсіні. Апай, ең құнды жәдігер Біздің музейде ең құнды жәдігер біз Қажымұқанның киіз үйін деп айтамыз, өзінің тұрған үйі. Ішіндегі заттары, Қажымұқан атамыздың көзі көрген, қолы тиген, тұрмыста пайдаланған заттары. 1945 жылы Семей қаласында барған кезде Абай Құнанбайұлының 100 жылдық мерейтойына осы киімді киіп барады, көйлек пен шалбарды киіп барады. Және Қажымұқан атамыздың бас киімдері таза теріден жасалған. Және бұл жерде Қажымұқан Мұнайтпасұлының дене бітімінің өлшемдері. 75 жасында Қажымұқанның дене бітімі салмағы 174 килограмм болған, бойы 1,95 болған. Аяқ киімнің размері 54 размер болған. 1946 жылы Қажымұқан Мұнайтпасұлының үйіне қонақ болып барып, Қажымұқанның өзінің рұқсатымен дене бітімін өлшеп кетеді. Әже, Қажымұқан атамыз сияқты 8 қырлы, бір сырлы азамат болмыш үшін қандай қасиеттерді үйренуіміз керек? Балалар, Қажымұқан атамыз өте қарапайым, мейірімді, атақ-даңқымен мақтанбаған ата болған. Біз өте еңбеккер болуымыз керек. Бастаған ісімізді аяғына дейін жеткізуіміз керек. Денемізді күтіп, дене шынықтырумен айналысуымыз керек. Спортпен шұғылдануымыз керек. Қажымұқан атамыздың темірді түйіндейтін, немесе тасты көтеретін оқиғаларды айтып беріңізші. Жарайды, балалар. Атамыз өте еңбекқор адам болған. Күн сайын денесін шынықтырған, ауыр тастарды, күшті темірлерді иіп, адамдарды таң қалдырған. Тіпті бірнеше адамның күші жетпейтін ауыр тастарды бір өзі көтеріп, бүкіл елімізді таң қалдырған ата болған. Әже, Қажымұқан атамыздың бойымен де күшімен де бөлек мінезі қандай болған екен? Қажымұқан атамыздың бойы шамамен 190-195 см болған. Атамыз өте ірі, жауырыны қақпақтай кісі болған. Ол кісінің дене бітімінен де бөлек мінезі өте жайдарлы, қарапайым кісі болған. Ол кісі жеңістерін тек өзі үшін емес, қазақ халқы үшін арнаған кісі. Әже, Қажымұқан атамыздың имандылығы мен батырлығы қалай ұштасқан екен? Қажымұқан атамыз алып күштің иесі, әлем ареналарын бағындырған атақты балуан ел арасында қайырымдылық үшін күрес өткізіп, жинаған қаржысын түгелдей майданға қажетіне жұмсаған. Қажымұқан өзінің өнер көрсету, күрес өткізіп, жинаған қаржысын түгелдей майданға берген. Қажымұқан өзінің өнер көрсету сапарларынан 100.000 сом қаражат жинап, оны майданға жаңа ұшақ жасауға берген. Ол уақыт үшін аса қомақты, мемлекет үшін өте үлкен демеу болған балалар. Достарым, ең үлкен байлық не деп ойлайсыңдар? Менің ойымша алтын мен күміс. Ол мүмкін үлкен сарай шығар? Жоқ, менің ойымша дәмді тағам мен дастархан. Жоқ, ең үлкен байлық алтын мен күміс емес, үлкен сарай да емес. Ең үлкен байлық бір шаңырақ астында тату-тәтті өмір сүргеніміз екен. Бір